Сен мықтысың. Бұл менің түп санамның әрекеті. Сен өзің өмір сүріп жүрген ереженің құрбанысың. Дженни Холтер, суретші, ойшыл, талант иесі. Бұдан көп жыл бұрын мен боулингте бір сұмдық жайтқа тап болдым. Достарыммен бірге тартысты ойынды аяқтап жаттық. Мен соңғы шарды лақтырар сәтті керемет көрініске айналдыруға бар өнерімді салдым. Өзімнің сөзсіз жеңетінімді дауыстап, жария етіп дөңгелене билеп келдім де, шарды дөңгелетіп кеп жіберген кезде аяғымды қайда басқанымды түсінбей де қалдым. Сол сәтте аяғының ұшы ғана сызықтан асып кеткен жанды боулинг қауымдастықтың қаншалықты ауыр жазалайтынын білу менің маңдайыма жазылғанын түсіндім. Олар бүкіл жолды маймен, балауызбен немесе басқа да таяқ заттармен майлап қояды екен. Шарды барынша шиырып лақтыруға ұмтылған ойыншы шекарадан байқаусызда өтіп кетсе, байғұстың аяғы аспаннан келіп, бөксесімен төңкеріліп құлап, жоғарыдан түскен боулинг добының өзі жара алмайтын тас еденге гүрс етеді. Бір-екі аптадан кейін мен дүкенде кездескен сатушы жігітпен керуетте қатар жатып, оған сол жағдайдан кейін түн ортасында табаным ауырғаннан оянатынымды түсіндірдім. Дәрігерімнің айтуынша, бұған жұлын жүйкесі талшықтарының қысылуы себеп болған. Енді түнде тыныш ұйықтау үшін маған жаңа, әлде қайда қатты матрас керек болды. Менің де аяғым ұйықтағанда ауырады деп жауап берді жігіт. Сосын ол қол алыспақ ниетпен орнынан тұрды. Мен оған жауап қатпадым. Бұл алақан шапалақтасуды ұнатпайтыннан ғана емес, ол мені мезі ете бастады. Ойымдағы матрасты табу онсыз да өте оңаш және адам ұялатын іс болып тұрған. Сен екі аяғының арасына жастық қойып, қырынан жатып, жан-жақтан жиналғанның тамашасына айналасың. Ал енді оның қасында жатып, бестік бер деп алақанын әулетінен сатушымен бірге орындауға тура келгені миға тіпті де сыймайтын. Мен қалаған сатушылардың клиент таңдаған кереуеттің жанында тұрып, олар кереуетке жатып көріп жатқанда, матрастар туралы айтып қана тұрғанын байқадым. Ал мынау болса менің жаныма шалқасына жатып алды. Қолын кеудесіне айқастырып, төбеге қадала қарап, кереует төсенішін жарнамалай бастады. Бейне бір екеуміз жазғы лагерде демалып жатқандай. Иә, ол айтарлықтай сүйкімді еді. Және серіппе, латекс және полиуретан туралы керемет көп біледі екен. Бірақ бір қырындап жатуға менің батылым бармады. Мына немене де менің арт жағымнан қырынан жатып алса не істеймін? Мүмкін мен шектен тыс достық шырай көрсеткен шығармын. Әлде оның қай қаладан екенін сұрамауым керек пе еді? Бәлкім матрас қабын тексеріп көру үшін алақанымен ұрғылағанымды ол басқа бірдеңеге жорып қалған шығар. Мен бұл фирк-шоудағы Бобтың қарғыс атқыр кереуеттен тезірек тұруын талап етуім керек еді. Немесе үнсіз кетіп қалудың орнына және сол аптада матрас іздеуге баратын жалғыз мүмкіндіктен айырылғанша басқа көмекші табу керек еді. Бірақ мен ешкімді ыңғайсыз жағдайда қалдырғым келмеді. Мен оның ыңғайсызданып қалғанын қош көрмедім. Менің отбасымда кез келген қолайсыз қарым-қатынаста өзін шамамен осылай ұстау әдетке айналған еді. Ешқашан жарға жықпайтын, қарсы бағытта жүгір әдісімен бірге осындай тектеріс тәсілдеріне тұрған орында қатып қал, ауа райы туралы сөйлес, назар аударма, немесе оңаша жерде дауыстап жылап ал жататын. Әсіресе менің анамның ақсүйек деп аталатын ағылшын-саксон текті америкалық ақ протестанттар тегінен екенін ескерсек, тектерісте өзіңді ұстай білу дағдыларын меңгеруім таңғаларлық дүние емес. Оның ата-анасы, балалары бар болсын, бірақ дауыстары естілмесін деген дәстүрлі пікірді ұстанатын. Олар кез келген эмоциялық көрініске бұл ортаның әдетте арзан вискиге және Айви лигасына кіретін университеттерде алмаған білімге көз қарасындай қомсынушылықпен қорқа қарайтын. Ал менің анам әлдебір ғажайыптың арқасында жан жылуы, сүйіспеншілік пен шат-шадыман күлкі бар отбасын құра алды.
сонда да болса маған әңгіменің арқамды аяздай қарайтын, бізге сөйлесу керек деген тіркестен бастауды үйрену үшін талай жыл қажет болды. Айтайын дегенім мынау: егер сенің кемшілігің көп болса, оған сен кінәлі емессің, бірақ осы күйде қалып қойсаң, кінәлі боласың. Кез келген кемшілік пен шалалық герб секілді, немесе жүгері ұнынан жасалатын дәмсіз нанның рецепті сияқты, отбасында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырады. Ал менің жағдайымда біреумен қарсыласу жүрек талмасы ұстап қалумен тең еді. Сен дүние есігін жылап ашқан сәтте, осы өмірге келгеннен басқа ештеңе істеуге қабілетсіз, көзі бақырайып, риясыз шалықтаған шақалақ едің. Өз дененен ұялмақ түгіл, ол туралы түсінігінде де болмады. Жан-жағына көз тастағанда онда барлық нәрсе қарапайым еді. Сенің әлемінде қорқынышты немесе қымбат еш нәрсе болмады. Өткен жыл деп те ата алаңдамайсың. Қандай да бір зат еріне жақын болса, сен оны аузына саласың. Егер ол қолына таяу болса, оны ұстап алатынсың. Сен бар болғаны адам баласы едің. Өз әлеміңді зерттеп, танымыңды арттырғанда, айналаңдағы адамдардан дүние неден тұратыны туралы ақпарат алдың. Қабылдау қабілетін оянған сәттен бастап, олар саған бүкіл өміріне жететін түсініктер мен сенімдерді тықпалай бастады. Және олардың көбінің сенің шынайы болмысыңмен немесе тіпті жай шындықпен ортақ ештеңесі де жоқ еді. Біздің әлем қауіпті. Сен тым семізсің. Өлшемнің мәні бар. Бұл жерде шаш өспеу керек. Міндетті түрде жоғары оқу орнында оқу қажет. Музыкант немесе суретші болу нағыз мамандық емес. Тағы басқа. Мұндай ақпараттың негізгі көзі әрине қоғамда қалыптасқан көзқарасқа сүйенетін ата-анаң болды. Ата-анаң сені барынша қорғауға, тура жолға салуға тырысты және жан-тәнімен жақсы көрді. Сонымен бірге олар өз ата-анасынан, ал олар өз кезегінде өз отбасынан қабылданған сенім түсінігін сенің санына сіңіріп отырды. Дегенмен бұл сенімдердің көпшілігінің сенің ата-ананың кім болғанына немесе шын мәніндегі ненің ақиқат екеніне ешқандай қатысы жоқ. Менің әңгімемде бәріміздің жынды сияқты көрінуіміз мүмкін екенін түсінемін. Бірақ шынына келсек, ол дәл солай. Адамдардың басым бөлігі басқалардың сеніміне құрылған қиялмен өмір сүреді. Бұл оянғанға дейін. Ол сенің де басына өтеді деп үміттенемін. Әңгіме мынада: біздің әрқайсымызда, яғни адамдарда сана және түп сана деген бар. Дегенмен көпшілік тек өз санасын ғана жете түсінеді. Өйткені біз келіп түсетін ақпарат сол арқылы қорытамыз. Санамыз арқылы пайымдаймыз, жазғырамыз, әуестенеміз, талдаймыз, сынаймыз. Құлағымыз тым үлкен деп уайымдаймыз. Қуырылған тағамды жеуді бір жола қоюға шешім қабылдаймыз. 2 қосу 2 тең 4 екенін түсінеміз. Көлік кілтін қайда қалдырғанымызды есте сақтауға тырысамыз және тағы да басқа. Біздің санамыз тынымсыз, еңбекқор адам сияқты. Ол біз ұйықтап жатқанда ғана дамылдайды, үздіксіз ойдан ойға жылыстайды. Бірақ көзімізді ашқан бойда бәрі қайтадан басталады. Санамыз, басқаша айтсақ, мидың маңдай бөлігі. Адам ер жетпей немесе бой жетпей толық дамымайды. Түп санамыз екінші жағынан, біз осы дүние дидарын ашқанша толық дамиды. Сезім, инстинкт және супермаркеттің қақ ортасында долылық көрсетуге қатысты барлық жай түп санамен байланысты. Сонымен бірге түп сана бұл бізге бұрын жеткен және сырттан келген барлық ақпарат жинақталатын қойма. Түп санада сүзгі жоқ, ол бәріне сенеді, ол ақиқат пен жалғанның айырмашылығын білмейді. Егер ата-анамыз отбасымызда ешкім ақша табуды білмейді десе, біз оларға сенеміз. Ал олар бір-бірімен ұрысудан көз ашпаса, біз отбасында ұрыс-керіс болуға тиіс екен деп қабылдаймыз. Өйткені біз олардың қызыл шапан киген семіз жігіт,
мұржадан түсіп бізге сыйлық әкеледі дегеніне сенеміз ғой. Ендеше неге олардың бізді тойдыратын өзге де бос сөзіне сенбеске? Түп сана әлі ештеңені түсінбейтін кішкентай бала сияқты. Сондықтан біз ақпараттың көп бөлігін ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білмейтін кішкентай кезімізде алатынымыз кездейсоқтық емес. Себебі миымыздың мынадай жасы саналы бөлігі әлі толық қалыптасып үлгермейді. Біз сөз, күлімсіреу, қабағын түю, ауыр күрсіну, қасты көтеру, көз жасы, күлкі және тағы басқа арқылы берілетін ақпаратты қабыл аламыз. Сүзгіден өтпеген осы ақпараттың бәрі ақиқат. Басқаша айтсақ, сенім деп аталатын біздің икемделгіш кішкентай түп санамызда жинақталады. Ол ақиқат. Біз ондаған жылдардан кейін психотерапевтке немесе 16 орталығына келгенше дәл сол қалпында және талдау жасамаған күйінде тұра береді. Сен көз жасыңды төгіп, менің проблемамның себебі неде деп сұраған сайын, жауаптың өзін жете сезінбейтін, өзіңмен бірге алып жүретін кейбір күйкі, шектеулі және түп санада жатқан сенімді екеніне кепілдік беремін. Түп санамызда өміріміздің бас жоспары жасырылған. Ол біздің бала кезімізде жинақталған, сүзгіден өтпеген сенім деп аталатын ақпаратқа сүйеніп өз жұмысын істеп жатыр. Біз көбіне өмірімізді басқаратын осы түп сана сеніміне жете мән бермейміз. Біздің санамыз дамып, өз қызметіне кіріскен кезде де ол қанша жерде мықты әрі ақылды болсын, оны біздің түп санамызда сақталған сенімдер бәрібір бақылап отырады. Біздің санамыз бәрін бақылап тұрмын деп ойлайды, бірақ бұл олай емес. Біздің түп санамыз тіпті ештеңе туралы ойламайды, есесіне бәрін бақылап тұрады. Міне сол себепті көптеген адам санасы қажет санағанды жасау арқылы өмірде сүрінеді де адасады да. Сонымен бірге олар өздері қалағандай тамаша өмір сүруге қандай қолайсыз жағдайдың кедергі жасайтынын түсіне алмайды. Мысалы, сені әкең тәрбиелеп өсірді делік. Ол қашанда ақшаға жарымай, үнемі жынданып, жиһазды теуіп, ақша неге ағашта өспейді деп күңкілдеп жүретін делік. Қайтсем ақша табамын деген сылтаумен үйде көп болмаған соң саған көңіл бөле алған жоқ. Сенің түп санаң мұның бәрін солай болуға тиіс ақиқат деп қабылдады. Уақыт өте келе онда, мысалы, мынандай сенім дамыды. Ақша қиындық, ақша жеткіліксіз. Әкемнің маған көңіл бөлмеуіне осы ақша кінәлі. Ақшадан тек азап көресің. Енді сен ер жеттің, саналы түрде ақшаны күреп тапқанды жөн көресің. Бірақ сенің түп санаң ақша жақсылық әкелетініне сенбейді. Ол ақшаны табу оңай емес деп ойлайды. Ақша табамын деп жүргенде жақынынан көз жасып қалатынына сендіреді. Сосын сен бұл жағдайға саналы түрде де ақша табуға қанша тырыссаң да кедей қалпында қала бересің. Немесе үлкен қаржы тапқаннан кейін жақынынан жырақтап кетпес үшін ақшаны судай шашатын боласың. Сен өзінің қалауын туралы не айтқың келсе де, егер сенің түп санаңдағы сенімнің оған керағар болса, олардың орындалуы екі талай. Ақырында сен өзіне қалағаны қол жеткізуге жол бермейсің, қалауына қол жеткізесің, бірақ әбден титықтап бітесің. Ал содан кейін жүйкең тозады, бәрібір қолдағыдан айырылып қаласың. Қатарынан төртінші бауырсақты жеп қойғанда немесе өз әкесінен айнымайтын жігітке күйеуге шыққанда өзімізді түп сана басқарып отырғанын жете түсінбейміз. Ал біздің түп санамыздағы сеніміміз біздің саналы ниетімізге қайшы келгенде, бұл біз істеуге тырысатын іс пен іс жүзінде іске асыратынымыздың арасында адамды шатастырар қайшылық туады. Бір аяғымызбен газды, екіншісімен тежегішті басып келе жатқандай күй кешеміз. Әрине, бізде шынымен де керемет түп саналық сенімдер де бар, бірақ әңгіме қазір олар жайында емес. Бізге таныс болып көрінуі мүмкін. Басқа сценарийлер мыналар. Сана, мен өзімнің жан-жарымды тауып оған үйленгім келеді. Түп сана, жақын қарым-қатынастың соңы азаппен аяқталады. Шылдыр-шүмек саусақ сақинасыз қалады. Сана,
12 келі салмақ тастағым келеді. Түп сана, адамдар қауіпті. Мен өзімді қорғау үшін қорған салуым керек. Денедегі қалың май қамалын. Сана, мен тартымдымын, сымбаттымын және қылықтымын. Түп сана, тән ләззаты ұят. Жыныстық өмір есінеген күйі қалады. Сана, мен әлемді аралап саяхаттағым келеді. Түп сана, ләззат, жауапсыздық мені сүймейтін болады. Халықаралық төлқұжат таза қалпында қалады. Бұл сініп қалған қолаңса естің кесірінен верандада рақаттанып отыру мүмкін еместігімен бірдей. Оның шешімін табудың айталық хош иісті заттарды тұтату, желдеткіш орнату, итті үйрету тәрізді көптеген айлалы жолы бар. Бірақ жертөлеге жорғалап түсіп, сол жерде бір аң құстың ажал құшқанын көзімен көріп, түсінбейінше мәселе шешімін таппайды. Ол сенің өміріңді сасық иіспен улайтын болады. Түп санадағы шектеуші сенім мен ару үшін ең алдымен оның бар екенін мойындау қажет. Өйткені шектеуші сенімді танып білмейінше түп сананда терең көмілген мәселенің нағыз себебін табудың, өлген скунсты аршып алудың орнына веранданы бояп, құмыраға гүл қоя бересің. Өмірінде көңілің толмайтын тұстар туралы ой қорытып, оларды тудырған сенімдер жөнінде ойлануға уақытыңды аяма. Мысал ретінде, жұрттың бәріне ортақ ежелгі мәселе ақшаның жетіспеуін алайық. Сен ақшаны өз қабілетімен әлде қайда аз табам деп ойлайсың ба? Табыс табудың белгілі бір шегіне жеттің бе? Не істесең де одан артық ақша таба алмай жүрсің бе? Саған байлық физикалық тұрғыдан қабілетің жетпес құбылыс болып көрінеді ғой. Солай ма? Егер солай болса, ақша туралы ойлағанда ойына келетін алғашқы 5 нәрсені жаз. Тізімде не бар? Батылдық пен үміт пе? Жоқ, әлде қорқыныш пен жек көру ме? Сенің ата-анаң ақша туралы не ойлайды? Айналаңдағы басқа адамдар ол туралы бала кезінде не ойлаған? Олардың ақшаға деген көзқарасы қандай болған? Олардың ақшаға деген ойы мен сенікінің арасында қандай да бір байланыс бар ма? Осы кітаптың келесі тарауларында мен саған түп санадағы сенімді тереңірек зерттеуге арналған құралдар ұсынамын. Олар сен қалағандай өмірді сүруге не кедергі келтіріп тұр, сонымен жұмыс істеуге көмектеседі. Ал әзірге шетке қарай бір қадам шегінуге машықтана бер. Өмірінде болып жатқан берекетсіздіктен ден қойып, терең түсінуге күш сал. Өзіңді түп санадағы қандай аңыздар тежейтінін түсін. Мысалы, ақша табу үшін жанын сүймейтін бизнеспен айналысуға тура келеді. Немесе жақын қатынасқа барсам, тұзаққа түсемін. Не, егер мен диетаға жүгінсем, барлық дәмді нәрсені ұмытуға тура келеді. Сондай-ақ, егер жыныстық қатынастан ләззат алсам, басқа лас күнәһарлардың бәрімен бірге тозақ отында күйемін. Шынымен не болып жатқанын түсінгеннен кейін түп санадағы өзіңді шектеуші сенімнің сасық қаңқасы шкафтан шығарып тастауға кірісе аласың. Сондай-ақ мұны 1-2 ал көтерейік дегендей оп-оңай істейтін боласың. Осылайша сен өмірге қажет кеңістікті босатып, оған жаңа қызықты сенімдер мен тәжірибеге жол ашасың. Қ әрпінен басталатын сөз. Ғаламның құпиясын ашқың келсе, энергия, жиілік және тербеліс тұрғысына ойла. Никола Тесла, өнертапқыш, физик, супергений. Нью-Мексико тұрған кезімде достарымызбен бірге батыс жағалауындағы түнгі родео аталатын барға жиі барушы едік. Онда бір құтысы $2 тұратын Bud Light сырасы және көлемі футбол алаңдай еменен жасалған билейтін жер бар тұғын. Ал әйелдер әжетханасында шаш бұйралайтын темір сымдар мен шаш қатыратын спрей тұратын. Біздің бәріміз Американың шығыс жағалауында туып өскен соң кантри музыканы менсіне бермеуші едік. Сондықтан алғашында ауылдың осындай ойын-сауығына тәкаппарлықпен күле қарайтынбыз. Велосипед рөліне ұқсайтын мортты немесе белбеудегі ерекше алып ілмекті бірінші болып байқаған кезде қай-қайсымыз болсын сұмдық менсінбейтінбіз.
бірақ біз үшін нағыз көңіл көтеру кантри стиліндегі биді тамашалау болады. Біз Гарт Брукстың бас бармағын джинсы шалбардың алдыңғы қалтасына мақтана тығып алатын жанкүйерлерінің қалың қауымы уай-хай деп дауыстап, бәрі бір адамдай жер тепкілеуіне арбалғандай көз алмай қарап тұрушы едік. Шынымды айтсам, бұл өте көңілді болатын. Көңілді болған сонша, біз өзіміз де бишілерге қосыла бастадық. Сонымен бірге достарымызға ковбой қалпақтарының астынан «Ей, мұнда қара» деп қол бұлғап қоятынбыз. Сонан соң келесі ән, үшінші би алланы кетпейтінбіз. Кейбір би қадамын үйрену үшін де қалатынбыз. Көп ұзамай біз әр демалыс сайын түнгі радиоға тартып кететін болдық. Және түні бойы әліміз құрғанша билеуші едік. Менің Құдаймен қарым-қатынасым да шамамен осылай басталды. Бәрі долылық пен көз алартудан басталды. Дегенмен өзгеретін уақыт келгенде өзімнің дәрменсіздігімнен шаршағаным сонша, кез келген ұсынысты қабылдауға даяр болдым. Сондықтан кәсіп жасау, өмірдегі мақсат-мұратымды табу, өзіңді жеңу туралы кітаптардан руханият жайындағы ойларды тапқанымда, әдеттегідей мұның бәрі жолы болмаушыларға арналған аңыз ғой деп мұрнымды тыржитқан жоқпын. Оның орнына мен Құдайға мүмкіндік беру керек деп шештім. Бәрібір аянар ештеңем жоқ қой. Ал енді міне ғаламат. Бұл кітаптағылардың бәрі бірдей ақмақтың сандырағы болмай шықты. Керемет ойлардың көптеп ұшырасқаны сонша, тақырыпты зерттеуді жалғастыра бердім. Содан кейін жай ғана оқуды емес, зерттей оқуды бастадым. Содан кейін оны іс жүзіне қолдануға көштім. Содан кейін шабаттана бастағанымды байқадым. Содан кейін сендім. Содан кейін мен өмірімде таңғажайып өзгерістер болып жатқанын көрдім. Содан кейін әбден құлай берілгенімді білдім. Содан кейін жете түсіне отырып, сенімнің көмегімен өмірімді толығымен өзгерте бастадым. Содан кейін оны басқаларға үйретуге кірістім. Ал енді аттракциондағы радио бұқаға мініп алып, қол көтеріп, ауаны жұдырығымен ұрғылап, пультте отырған жігітке бол, бас, Уэйн деп айқайлаймын. Сенің Құдайға деген көзқарасың қандай болса да, тек оған бейтарап қараған кезде ғана өміріңді өзгерту, жақсарту әлде қайда оңай болатынын айтқым келеді. Оны қалай атасаң да өзің біл. Құдай, әйел Құдай, үлкен жігіт, ғалам, энергия көзі, жоғары күш, үлкен бастық, инстинкт, сезімталдық, рух, мырза, жарқыраған құйын немесе табиғат. Өз басым Құдай сөзін тым арандатушылық деп санамаймын. Энергия көзі, ғалам, құйын, рух және табиғат деуді артық көремін. Сонымен атау маңызды емес. Ал сонда не маңызды? Сен өзінің айналаңда және өз бойында энергия көзі бар екен және онымен қарым-қатынас орнату керегін түсіне бастағаның маңызды. Үлкен өзгерістер кезеңінде есінің серігін нақ сол болады. Тек оған мүмкіндік бер. Өйткені істің жайы шамамен мынадай. Біз бәріміз осы шексіз күшпен байланыстымыз. Бірақ көпшілігі бар болғаны оны титтей ғана бөлігін пайдаланады. Біздің энергия көзінен жаратылғанымыздың және онымен байланысты екенімізді ұғыну мені руханиятты тереңірек түсінуге талпындырды. Оған қол жеткізгеннен бастап, өмірім шынымен мүлдем басқа арнаға бұрылғанын саған айтуға тиіспін. Мен энергия көзімен байланыста, басқаша айтқанда, бір арнада болғанда өзімді әлдеқайда күшті, әлдеқайда үйлесімді және бақытты сезінемін. Мен медитацияны неғұрлым көбірек жасаған сайын, өзімнің көзге көрінбейтін асқан қабілеті мен қарым-қатынасына көбірек көңіл бөлген сайын, қалағаныма қол жеткізуге соғұрлым аз күш жұмсаймын. Сондай-ақ барлығын жылдамдықпен істейтінім соншалық, төбе шашым тік тұратындай, әйтеуір ақырында сиқырлы таяқшамды қалай жұмыс істеуге мәжбүрлеуді түсінген тәріздімін. Егер ғаламды, рухты, табиғатты сүю дұрыс емес десе,
онда менің дұрыс болғым келмейді. Сен екеуміз бірге істегелі жатқан жұмыстың іргетасы мынандай: ғалам энергия көзінен жаратылған. Барлық энергия белгілі бір жиілікте тербеледі. Сенің өзің де қалағаның да қаламаған да барлығы бір жиілікке тербеледі. Тербеліс өзіне ұқсас тербелісті тартады. Тартылыс заңы деп аталатын бұл негізгі идеяның мәні мынада: өзіңнің көңіл-күйіңді көтеретін нәрсеге зейін қой, сонда сен көңіл-күйіңді көтеретін нәрсені баурап аласың, жанына жақын тартасың. Біз оны сезінсек те сезінбесек те энергияны өзімізге үнемі тартумен боламыз. Ал біз төменгі жиілікте тербелгенде, яғни біз қызғанышты, алаңдатушылықты, үмітсіздікті, сенімсіздікті бастан кешкенде өмірімізде жағымды оқиғалар болады деп үміт арту құр әурешілдік. Өзінің тербеліс жиілігіңді бар күшіңді сала отырып көтеру керек. Бұл өзің қалайтын жиіліктің тербелісіне сәйкес болу үшін қажет. Бұл белгілі бір жиілікке қосылған радиодан басқа бір жиіліктегі радионы тыңдауға ұмтылумен бірдей. Мысалы, ғашығымен кездесу кезінде махаббат әнін тыңдаудың орнына жаңалықтар тыңдау секілді. Маужыратар музыканың сүйемелдеуімен жағымды сезімге берілуінің орнына эмергациялық заңдар туралы ұзақ пікірталас тыңдауға тура келеді. Ғалам сенің жиілігіндегі кез келген тербеліске сәйкес келеді, ал ғаламды алдау мүмкін емес. Міне, сондықтан да жоғары жиілікте тербелгенде жағымды жайттар мен оқиғалар сенің басында өздігінен болып жатқандай көрінеді. Сен үнемі жаны жайсан адамдармен жолығасың, және болашағы зор мүмкіндіктер ұшырасады. Және керісінше Альберт Эйнштейн айтқандай, кездейсоқтық Құдайдың өзін жасыру тәсілі. Сен саналы түрде энергетика әлемін басқаруды үйреніп алып, көрмегенге сеніп, ең жоғары тербеліс жиілігін сақтауды үйренер болсаң, өзің қалаған дүниені жасайтын ішкі күшке ие боласың. Сонымен қайталап айтамын, жете ұғыну бұл еркіндікке жол ашатын кілт. Энергия көзімен байланысса және жиілігінді арттыра отырып, өз жағдайını жақсарта алатындығын ұғынған сәттен бастап, мұны жасау қазірдің өзінде қолынан келеді. Ал оны нақты қалай жасалатынын кейінірек айтамын. Өз тербелісіңді көтеру үшін қалауының барлығы жүзеге асыратынына сену қажет. Бұл сенімді сақтаудың ең озық жолы энергия көзімен байланысты үзбеу. Біз керемет әсерлер, идеялар, сезімдер, мүмкіндіктер, заттар, адамдар және өз талантын әлемге паш ету әдістері бар швед дастарханының алдында тұрған сияқтымыз. Бізге энергиямызды өзімізге қажет дүниеге сәйкестендіру ғана қалады. Сондай-ақ қалауынды іске асыру үшін әрекет ету қажет. Әрине, ең бастысы нақ осы әрекет. Көрші бассейн жанында коктейль сораптап бос отыру, жамандық шақыру, жеңіске апарар жолмен қозғалу керек. Мәселе құрамдас екі бөлікті энергия мен әрекетті тізе қосып жұмыс істеуге мәжбүрлеуде. Егер сенің энергияң өзің шынымен қалаған нәрсеге сәйкес келмесе, кез келген әрекет қажеттісінен әлде қайда көп күш, энергия, жігер талап етеді. Егер де сен шынайы қалауыңды анық елестетсең, сыртқы жағдайларға қарамастан өз қалауына қол жеткізетініне сенесің. Батыл қадамдар жасасаң, міндетті түрде жетістікке жетесің. Түсінде ұшып жүрген кезің болды ма? Сен күн нұрын төккен күн шалған үстінде айрықша масаттану сезімімен қалықтайсың. Содан кейін мұның мүмкін емес екенін түсінесің. Қап, әрине, жерге жалп етесің. Енді қанша тырыссаң да ұша алмайсың. Сенім де осылай жұмыс істейді. Тіпті қандай да бір қалаудың саған мүмкін емес болып көрінсе де, бәрібір сенуің керек. Бір сәтке сенуді тоқтатсаң, әрекет іске аспайды. Таңғажайып дүние ыдырайды. Ғажайып өмірінің ғайып болады. Бойында дәйім күш бар. Мәселе көлікте күн нұрын төгіп, ал жерде қояндар секіріп билеп жүргенде ғана сенім мен жоғарғы тербеліс жағдайында болу керек дегенді білдірмейді.
тіпті бастаған ісін дағдарысқа ұшырағанда да сеніммен ажырамауың керек. Яғни тот басқа медальдің жарқыраған жарық жұлдызды екінші жағы бар екеніне сену керек. Ең бастысы, салың суға кетпесін. Француз жазушысы және ақиқатты іздеуші ержүрек Андре Жид дәл айтқандай, егер жағалауды айлап апталап көрмеуге келіспесең, жаңа жерлерді аша алмайсың. Оның құпиясы сенімде. Біз сүйіспеншілікке толы, мейірімді және қамқор ғаламда өмір сүрудеміз. Тек сенімнің қорқынышынан басым болуы қажет. Шарықта көгершін, шарықта. Егер күйзеліп жүрген болсаң, онда өткенімен өмір сүріп жүрсің. Егер сен алаңдап жүрген болсаң, онда болашақта өмір сүріп жүрсің. Егер бәрімен тату болсаң, онда сен қазіргі уақытта өмір сүріп жатырсың. Йога сабағында нұсқаушы бізден көгершін қалпын бейнелеуді сұрады. Ол былай: бір аяғыңды артқа қарай жіберіп, аяқ ұшын барынша созасың. Тізесі бүгілген екінші аяғын алдында, сосын еңкейесің және соның үстіне жатасың. Егер сен шынымен көгершін болсаң, бұл пайдалы болуы мүмкін. Ал мен осы қалыптан өлердей қорқамын. Екі жамбасым екі жаққа қисайып кетеді, оны ауырсынамын және буыным қарысып, бастапқы қалпына келмей қалама деп зәрем ұшады. Соған қарамастан нұсқаушы айтып отырған босаңсуды ерте ме кеш пе сезіну үшін мен жаттығуды беріле жасай беремін. Шынына келсек, мен бұл жігіттің осы қалыпты ауыстыруға рұқсат беруін іштей тілеумен боламын. Бірақ ол ерегескендей ауыстырмайды. Өйткені өзімен өзі әлек. Әйтеуір біздің ғаламмен байланысымыз, тыныс алуымыз, сананы шынайы сергектене апаратын жол туралы мұрнының астынан міңгірлейді де жүреді. Сайтан алсын сені, жігітім, болшы, тезірек аяқтатшы. Шынымен де бір жерім үзіліп кеткен сияқты. Құдайым-ау, денем қарысып қалды. Енді қалай қалпыма келемін? Ол маған жақын келіп, орнымнан тұрғызуы керек. Өйткені мен өз бетіммен тұра алмаймын. Сонан соң ғана, мен жан тәнімен тыныс алып жатырмын. Басымдағы бітпейтін мылжың ойды сөндіріп тастайын. Тынышталамын, үндемеймін және мойысынамын. Буындарымның түпкілікті ығысып жатқанын және тұла бойымның жаңа бір күйге терең әрі тереңірек батып бара жатқанын сезінемін. Бұрынғыдан да тереңірек күйге түсемін. Денемнің қақсағанын қойды, үрей кетті. Мен ғаламмен жеке жалғыз қалдым. Бірақ содан кейін қалай орнынан тұра алмағаным тағы есіме түсті. Ей жігітім, бүкіл кеш бойы мұнда мылжыңдамақшысың ба? Біз мұны құрып кеткір қалыпта 5 минут көп отырдық. Мен оны тіземнің ысып кеткенінен байқап отырмын. Ол: сен шынында да аузыңды жапқың келмейді ме? Мен енді жабылар, міне енді жабылар деп отырмын. Сенің мылжыңың таусылмайды ғой. Сонан соң ғана мен ғаламмен байланысымды қалпына келтіремін. Көгершін күйінде терең бойлап батып кете жаздадым. Шексіз рахаттану мен өзімнен әлде қайда жоғары, әлденемен шынайы байланысты сезініп отырмын. Бұл алға артқа ауысу, яғни басымыздағы үрей мен шынайы тыныс алу аралығы. Өмірде көпшілігіміз басымыздан кешетін құбылыс. Жамбастың шығып кету қаупі туралы, яғни болашақ туралы алаңдау. Немесе бұл күймен үшін қандай қиын болады деп, яғни өткен шақ туралы алаңдаудың орнына мен жай ғана осындағы және қазіргі күйге түсіп, рақатқа бөленген болар едім. Басқаша айтқанда, дәл осы шақтан ләззат аламын. Басымызға келетін сан алуан ойлардың соңынан жүгіріп, қанша қымбат уақытты босқа жұмсайтынымыз мені таңғалдыруын қояр емес. Біз өмірді драмаға айналдырамыз. Бетке шыққан қылға бола күйіп пісеміз. Біреудің сүйіспеншілігіне зәру боламыз. Өз әрекетімізді ақтауға тырысамыз. Интернеттің баяу жұмысына шағымданамыз. Ақмақтықтардың өмірін талдауға құмармыз. Және біз мұның бәрін дәл осы сәтте, дәл қазір орын алып жатқан нағыз ғажайыптың ортасында бола отырып естиміз. Біз шексіз керемет планетада өмір сүреміз. Қандай да бір белгісіз жолмен ол өз өсінің бойында қалай айналу керегін және шексіз кеңістік арқылы
нақты бекітілген бағытпен қалай жүруді түсінеді. Біздің жүрегіміз соғып тұр. Біз әлемді көре аламыз. Бізде махаббат, күлкі, сөз, жанашырлық, қонақ үйлер, компьютерлер, көліктер, от, гүлдер, музыка, медицина, тау, тоғаштар бар. Біз ғажайыптарға толы, шетсіз, шексіз ғаламда өмір сүреміз. Біздің әлемді қастерлеп, тынымсыз арылмауымыздың өзі түсініксіз. Мүмкін ғалам осы ақмақтарды ояту үшін тағы не істесем екен? Көктен кока-коланы жаңбырлатып жаудырсам ба деп ойлайтын шығар. Ғаламның бізді жақсы көретіні және ғажайыптардың дәмін татқызғысы келетіні сонша, ол кейде бізге аздап ишара жасайды. Бұл бейне бір кино кейіпкерлерінің ғайыптан, ажалдан құтылып кетуіне ұқсайды. Оның қуаныш пен ризашылықтан шат-шадыман болатыны сондай, көше кезіп, есінен тана күліп, кездескен жұрттың бәрін құшақтай бастайды. Оның проблемалары бір сәтте шешіледі. Осында және қазір, осы сәтте тірі болу қуанышының көрінісі экранда толтырады. Мен құбырдағы су сорып алған және су бөгетінен аман өткен адамды білемін. Ол өлім аузынан қалды және қазір бұл туралы өз өмірінде ең терең және тағдыры шешілген қасірет ретінде айтады. Мен мұндайды ешкімнің басына тілемеймін. Тек түсінгені дұрыс. Егер саған өзгеру үшін апат қажет болса, оны ғарышқа деңгейде ұйымдастыруға болады. Ғалам бізді тамаша тәлімгерлерден кенде Мысалы жануарлар. Жануарлар әрдайым осы шақта өмір сүреді. Олар бізді де осы шаққа тартатын құпия күшке ие. Құрбым үйінің табалдырығын аттағанда иті өзінен 40 жылдық түрмеден босатуға келгендей қуанады. Үй иесі бар болғаны 1 сағат қана үйде болмаса да, сен сондасың. Мен де осындамын. Мен сені жақсы көремін. Жақсы көретін сонша. Кішкентай балалар да тамаша тәлімгерлер. Сурет салудың, ойнаудың, әлемді зерттеудің қуанышына терең бойлайтын сонша, олар тамақ ішуді, жуынуды және ұйықтауды ұмытып кетеді. Олар үнемі айрықша шат-шадыман қуанышта жүреді. Өйткені олар басқалардың өздері туралы не ойлайтыны алаңдауды әлі үйренбеген, немесе Люсидің көршісі сияқты сурет салуға қабілетсіздігіне қынжылуды да білмейді. Олар осы шақта өмір сүруде. Өмірден ләззат алудың мәні осы. Әңгіменің соңы жануарлар мен сәбилерден жиірек үлгі алсақ болар еді. Біздің істейтініміз, келетін істе, армандаған болмысымызда бәрі осы әлемде қазірдің өзінде бар. Дәл қазір саған қажет ақша бұрыннан бар. Сен кездестіргің келетін адам қазір өмір сүруде. Алғың келетін тәжірибені дәл қазір ала аласың. Жазғың келетін керемет ән идеясы дайын тұр және өзіне қажет ақпарат жүктеп алуыңды күтуде. Білім, көргендік, қуаныш, сүйіспеншілік, мұның бәрі сенің назарыңды аудару үшін қол бұлғауда. Сен армандаған өмір бар, дәл осы жерде және дәл қазір. Сайтан алғыр, мен не туралы айтып тұрмын, мұның бәрі уысымызда болса ол қайда? Оны электр тоғы сияқты елестетіп көр. Қыздыру лампасын ойлап тапқанға дейін адамдардың көпшілігі электр тоғының бар екенін білмеген. Ал ол сол кезде де бар еді. Біз әлі оянбаған едік. Жете түсінген жоқпыз. Оған зейін қою үшін қыздыру шамын ойлап табуға тура келді. Мәселе біз армандаған заттар мен мүмкіндіктердің әлі жоқ екені емес. Мәселе олардың бар екені немесе олардың бізде болуы мүмкін. Бізде әлі түсінбеудеміз. Энергия көзімен байланыс орнатуға және осы шақта болуға неғұрлым көп машықтансаң, идеялар ойыңызға соғұрлым көп оралады және мүмкіндіктерді пайдалана түсесің. Кришна құдаймен кездесуді қалайтын Бекзат ханым туралы әдемі үнді аңызы бар. Ол орманға кіріп, көзін жұмып, құдайды шақыруға тырысып, дұға етеді және медитация жасай бастайды. Ал ғажайыпты қараңыз. Орман соқпағымен әйелге қарай Кришнаның өзі келе жатады. Бірақ ол әйелдің иығына қаққанда, әйел көзін ашпастан оған тез жоғалуды бұйырады. Өйткені ол өмірлік мақсатына жету үшін медитация жасап жатты. Біз өз ойымызға орағытып қалған кезде, сол сәтте алдымызда тұрған дүниені назардан тыс қалдырамыз. Қимылдама,
дәл қазір өзіңді қалай сезінетініне назар аудар. Демнің ағзаны қалай кіріп шығатынына сезін. Тұла бойына тиген ауаның лебін сез. Жүрегінің соғысын есті. Көзің көреді, құлағын естиді. Ішінде және сыртта қайнап жатқан энергияға зейін қой. Ойынды өшір және энергия көзімен байланысты сезін. Тыныста, тіпті мойында үлкен несие ілулі тұрса да, ананмен 6 жыл сөйлеспеген болсан да, дәл қазір, дәл осы сәтте бар дүниеден тыныштық пен қуанышқа кенеле аласың. Күнделікті жуынып шайыну, несие төлеу сияқты күнделікті күйбен мойнымызға міндет жүктелген. Ересек адам болғандықтан кейде қазіргінің қамына қашып кеткің келеді, кейде алдын ала ойлап, болашақты жоспарлау керек. Сондай-ақ өткенді зерттеп, оның қателігінен сабақ алу қажет. Қателіктерді күліп қарсы алып, немесе онымен мәңгілікке қоштасып жауып тастаған жөн. Бірақ болашақ пен өткен шаққа қысқа мерзімді сапар үшін жай ғана қарқынымыздан бәсеңдетсек мейлі ғой. Ал егер бұлай болса, және бұл қалай болады деген пайдасыз ойды талқылауға тым көп уақыт жұмсайтынымыз ше. Сондықтан Құдай өзіне көмектесе көр дейміз. Осы сәтте неғұрлым көп уақыт өткізесің, өмірінде соғұрлым бай болады. Осы шақта болу сен мылжың ойдан құтқарады және тербелісінің жиілігін арттыратын энергия көзіне қосады. Ал ол өз кезегінде саған ұқсас жиіліктегі заттарды, оқиғаларды және тәжірибені таратады. Барлық осы керемет заттар, ғажайып тәжірибелер, үйіріп әкетер оқиғалар қазірдің өзінде осында, сенің қасында. Олар сенің ортақ мерекеге қосылуыңды төзіммен күтуде. Бар болғаны бос сөзді қойып, қарқынды тыңдеп, оларды қабылдауың керек.